Қыздар, пирожкиді бұрынғыдай ашытып уақытыңызды кетірмейтін боласыздар. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар 10 минутта пирожкилеріңіз дайын болады. Маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған кефирімізге 2 жұмыртқаның сарысын, қант, сметананы қосып, тұзды дәміне қарай сұйық майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Однородный масса болғанша араластырғаннан кейін ұнымызды 2 бөліп салатын боламыз. Бірінші бөлігін салып, осылай араластырып аламыз. Барлығы жақсы араласқаннан кейін қалған ұнымызды салып, қолымызбен өте жұмсақ тесто илейтін боламыз. Біздің тестамыз өте нәзік, воздушный болады. Осылай илеп алғаннан кейін демалдыруға 15-20 минутқа бетін салафанмен жауып қалдырып қоямыз. Оға дейін начинкасын жасайтын боламыз. Картошкамызға сары май, тұз, қара бұрышты салып, жақсылап езіп, дайындап қоямыз. Оға дейін біздің тестамыз көтеріліп, өте әдемі болады. Енді жұмыс істей берсек болады. Тестаны алып, ортасынан 2-ге бөліп, өзімізге керекті кішірек мөлшерде бөліп алатын боламыз. Барлығын осылай бөліп алып, домалақтап, демалдыруға бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз, қыздар. Беттерін жаубардың алдында осылай майлап салафанмен жауып қойсаңыздар, жұмыс істегенде қолдарыңызға жабыспайтын болады. Демалған тестамызды оқтаудың көмегімен жұқалап жайып алып, осылай бекітіп, ішіндегі начинкамыз түсіп қалмайтындай жақсылап қысып жауып шығамыз екі шетін. Оқтаудың көмегімен біркелкі етіп начинкасын сөйлеп алсаңыздар болады. Барлық пирожкиді дәл осылай жасайтын боламыз. Қыздар, толық рецепті видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, осы рецептмен өздеріңіздің жақындарымен бөлісулеріңізді ұмытпаңыздар. Сіздердің әр жазған комментарийларыңыз, лайктарыңыз мен үшін өте қымбат, маңызды. Мені қолдап жүргендеріңіз үшін көп рахмет. Қызып тұрған майымызға пирожкиімізді пісіріп алатын боламыз. Өте тез дайын болады, дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, балаларға жасап беріңіздер. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша футблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, тегін лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі қандай рецепті көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде сол рецепті сіздермен бірге жасайтын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Ас болсын.